Ассаламу алейкум, баршаңызға сіздермен бірге Ахниет. Бүгін сіздермен осындай баклажан салатын жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп қоңырауын басып қойсаңыздар, мендегі видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Ең алдымен баклажандарымыздың артық жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Одан соң баклажандарымызды тураймыз. Қатты жұқа, қатты қалың қылып турамаймыз, орташа қылып турайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай турайтын боламыз. Мінекей баклажандарымызды турап болдық. Енді баклажандарымызды суға салып қоятын боламыз. Тұзды міндетті түрде қосыңыздар, және де жарты сағат бойына баклажандарымызды суға салып қойып қоямыз. Келесі баклажандарымызды құрғатып алатын боламыз. Аз ғана уақытқа қойып қоятын боламыз. Мінекей. Келесі жұмыртқаларымызды бір ыдысқа жарып дайындап аламыз. Одан соң панировочный сухариді да бір ыдысқа дайындап аламыз. Одан соң баклажандарымызды жұмыртқаға аунатып, панировочный сухариге осылайынан аунатып, одан соң листімізге салып 180 градуста пісіріп аламыз. Кішкене қызарса ғана болды, піскен деген сөз. Келесі ішіндегі салатовый листтерімізді дайындап алатын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп аламыз, артық жерлерінде алып тастайтын боламыз. Келесі қызанағымызды турайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бөліп аламыз. Одан соң артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Одан соң осылай ұзын қылып 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Мінекей баклажанымыз осылай пісті. Дайын болған баклажанымызды алып ішіне начинкаларын жағып шығатын боламыз. Начинкамыздың құрамында майонез бен сарымсақ бар. Екеуін жақсылап тұрып араластырып алдық. Одан соң осылай баклажанымызға жағып шығамыз. Келесі салатовый лист пен қызанағымызды осылай ішіне салып орап қоямыз. Мінекей дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар. Барлық баклажандарымыздың ішіне осылай салып орап дайындап шығатын боламыз. Мінекей біздің баклажанымыз дайын болды. Ас болсын.